Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай ешқандай миксерді қажет етпейтін екі ғана жұмыртқамен өте үлкен көлемдегі 12 дана шығатын пирожныйдың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі пирожныйға керек заттардың барлығын описанияға қалдырдым, сол жерден қарап жасай аласыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Және де үсті-үстіне барлығын салып араластырсаңыз болғаны. Ешқандай миксерді қажет етпейді. Қант пен жұмыртқа, сұйық май үстіне сүтімізді құйып, барлығын тек қана бір келкі болғанша араластырамыз. Міне бір келкі болды. Оның үстінен ұнелегіштің ішіне ұнымызды және де разрыхитель какаоымызды салып, ұнымызды бірден салмаңыздар, екі бөліп аз-аздан салып араластырсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Ешқандай ұнның түйіршігі қалмайтындай бір келкі етіп, ұнымызды екі бөліп салып жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Өте сондай жылтырақ, өте әдемі шоколадный масса болады. Міне көріп тұрғандарыңызда жылтырақ, бір тегіс болып шықты. Енді осыны формамызға құйып, бір тегіс етіп түзулеп шығамыз. Сонда біздің пирожныйымыздың барлық жері бір келкі болады. Сол үшін бір тегіс етіп шығыңыздар. Және де 180 градуста пешіңіздің ыңғайына қарай 35-45 минут аралығында пісіріп аласыздар. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріңіздер. Енді кремін жасайтын боламыз. Креміне де ешқандай миксердің қажеті жоқ. Қаймағымызды және де қойылатылған вареный сгущенкамызды саламыз. Оны да тек қана венчикпен араластырамыз. Және үстінен қант немесе сахарный пудрасын салып, жақсылап араластырасыздар. Креміміз дайын. Өте оңай кремдердің бірі. Суып тұрған коржымызды кез келген дөңгелек формада кесіп алсаңыздар болады. Стаканмен немесе кольцолармен кесіп алсаңыздар болады. Сонда өте жұмсақ әрі өте көп бөлік болып шығады. Міне дәл осылай алып, қалған бөлігін қолымызбен майдалап үгітіп шығамыз. Біз пирожныйдың үстіне, шетіне жағу үшін алып қалатын боламыз. Енді осы дөңгелек болып кесілген коржымыздың үстінен кремімізді, тағы да екінші коржымызды қойып, барлық пирожныйларды осылай жинайтын боламыз. Және де шетіне, үстіне кремімізді жағып, жаңағы үгітілген корждың ұнтақтарын толығымен шет-шетіне, үстіне жағып шығатын боламыз. Сондай өте дәмді әрі үлкен-үлкен көлемдегі пирожныйлар шығады. Дәл осы рецепт бойынша менде 12 дана үлкен көлемдегі пирожный дайын болды. Өте дәмді, қонақтарыңызды да таңғалатыны сөзсіз. Алдағы уақытта менің каналымда өте қарапайым, қолжетімді заттармен керемет рецепттер шығаратын боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ләззат.